Қазақстанның жаңа премьер-министрі Асқар Мамин. Өткен аптада таратылған үкімет бүгін қайта жасақталды. Елбасы ұсынып, депутаттар қолдаумен жүретін тағайындау процесінде Маминнің орынбасары болып, екі экс-министр тағайындалды. Ал кейбір ведомство басшыларының орындықтары ауысқан жоқ. Жаңа құрамға сарапшылардың ойы қандай? Саяси аренадағы өзгеріс жайын айту үшін әріптесім Нұржан Сәдірбай студиямен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Қайырлы кеш, Нұржан. Биліктегі ауыс-түйіс жайын өзің толығырақ айтып өтсең. Қайырлы кеш. Дүйсенбіде әдетте үкімет сағаты өтетін парламент мәжілісі журналистер үшін бүгін жабық болды. Өткені 25 ақпанда, яғни бүгін онда жаңа үкімет жасақталды. Бұған дейін премьер-министр міндетін атқарған Асқар Мамин нақты осы қызметке кірісті. Оның бірінші орынбасары болып, қазіргі қаржы министрі Әлихан Смайылов қала беретін болды. Бұдан басқа үкімет басшысының көмекшілері немесе орынбасарлығына индустрия және инфрақұрылымға жауапты болған Жеңіс Қасымбек пен экс-мемлекеттік хатшы Гүлшара Абдықалықова тағайындалды. Уважаемые депутаты. Бұрынғы үкімет отставкаға кетті. Осыған байланысты сіздермен жаңа премьер-министр Асқар Маминнің кандидатурасын ұсынып отырмын. Оның мол тәжірибесі бар. Ширек ғасырдан бері бірге жұмыс істеп келеміз. Қала әкімі, көлік министрі, премьер-министрдің бірінші орынбасары болды. Оның жетекшілігімен әсіресе инфрақұрылымды дамыту саласында көп жұмыс атқарылды. Ал экс-үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевтың орынбасары болған Ерболат Досаев өз еркімен ұлттық банк төрағасы қызметінен отставкаға кеткен Данияр Ақышевтың орнына келді. Енді министрлерге кезек берсек, біріншіден өз орнын сақтап қалғандар мәдениет пен спортқа жауапты Арыстанбек Мұхамедиұлы, денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов және энергетика министрі Қанат Бозымбаев. Сонымен қатар жақында ғана қызметке тағайындалған ішкі істер және сыртқы істер министрлері Ерлан Тұрғынбаев пен Бейбіт Атамқұлов та өз жұмыстарын жалғастыра береді. Бұл ретте қорғаныс және әділет министрлерінде өз орындары ауыстырылған жоқ. Енді біріншіден елбасының басты мақсаты мынау, өздеріңіз білесіздер, енді ескі үкіметтің отставкаға кеткен себебін де өздеріңіздер білесіздер. Жалпы мына әлеуметтік мәселелерге бір өзекті болғандықтан, сондықтан да мына жаңа үкімет басшысына, үкіметтің жалпы мүшелеріне осы әлеуметтік салаға тағы да талап қойылып жатыр. Ол сол елбасының жолдаудағы берген басты тапсырмалары. Енді жаңадан келгендер тізбектесе, келісіміне көп ұшыраған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болған Мәдина Әбілқасымова кетті. Елбасы жарлығымен оның орнын бұрынғы Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев тағайындалды. Ал ауыл шаруашылық саласын Сапархан Омаров басқарады. Сонымен қатар ақпарат және коммуникациялар министрлігінің құрылымы ақпарат және қоғамдық даму болып өзгеріп министрлікке Дәурен Абаев, ал Асқар Жұмағалиев цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібіне жетекші болды. Индустрия және инфрақұрылым министрі Роман Скляр, ұлттық экономика министрлігіне Руслан Дәлелев тағайындалды. Қазіргі үкіметке жалпы мемлекеттік басқару жүйесіне сондай жаңаша бір талаптар қойылып отыр. Яғни бұл дегеніміз осы қазіргі заманауи талаптарға байланысты, яғни ақпарат министрлігі де жаңаша, яғни өзінің қызметін жаңартуы тиіс. Соған байланысты біздің мемлекеттік қызметте де үлкен өзгерістер, яғни оған байланысты міндеттерді осы қазан айындағы жолдауда да айтылған болатын. Яғни мемлекеттік қызметкерлердің сапасын арттыру керек, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату керек деген. Айта кетейік, өткен бейсенбіде президент Нұрсұлтан Назарбаев үкіметті отставкаға жіберген еді. Жаңа премьер-министр мен оның қол астындағыларға елбасы азаматтардың әлеуметтік мәселесін шешуді, аймақтардағы саяси жұмысты жақсартуды тапсырған болатын. Еске салсақ, енді бұрынғы үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев министрлер кабинетінде 2 жылдан артық басқарды. Бүгінгі отырыста елбасы Сағынтаевтың жасаған жұмысына өз ризашылығын білдірді. Әйгерім, мендегі осы. Рахмет, Нұржан, барлығы да түсінікті. Астанадан тікелей байланысқа шыққан менің әріптесім Нұржан Сәдірбай болатын.